Асан анасы Биғайшаның еркесі еді. Жасы үлкен болса да, анасына еркелеуін қоймайтын. Әрқашан достарының алды, мектепте кілең нашар баға алып жүрсе де, шолжаңдап жүріп анасынан ақша алып, шылымды да шекті, қызыл арақты да татып жүретін сотқар бала болды. Ағасы анасының артынан еріп келген Марат. Оның әйелі 3 баласы бар. Үлкен немересі Гүлайды қатты жақсы көріп, әжесі ауылға алдырып алды. Өзі бақты. Әсіресе Асан еркелетіп, мойнына көтеріп жүретін еді. Солай күндер сырғып өтіп жатты. Асанның өзінен кіші інісі Үсен. Ол да бір құдайдың еркесі еді. Бақытты ма, бақытсыз ба, әйтеуір бір ұйып отырған отбасы еді. Былайынша айтқанда, үйлерінен кісі үзілмейтін. Бірі кіріп, бірі шығып жататын. Біріне шай беріп жатса, бірі кіріп моншаңа түсіп алайыншы деген сияқты үйінен кісі үзілмей өмір сүріп жатты. Ол кейде дұрыс көрінсе, кейде дұрыс емес сияқты. Әкесі де мамыражай жүретін, темекісін тартып, пештің алдына қыздырынып отырушы еді марқұм. Жұрт оны орыстың мұжығы дейтін. Иә, дәл солай бүкшеңдеп арасында орысшасынан жіберіп қойып жүретін еді. Себебі анасы басқа ұлт деп естігенім бар. Алайда не жағдай болғаны белгісіз. Күндердің бір күнінде Марат өзіне өзі қол жұмсап қайтыс болып кетті. Суық хабар анасына да оңай болған жоқ. Жүрегі ұстап, ауруханадан бірақ шықты. Солай жүргенде қайғының үстіне қайғы жамалып, арадан бір жыл салып, жалғыз қызы Айнаш ол да дүниеден озды. Мектеп оқушысы небәрі жасы 15-те болған. Не жағдай болғаны ешкім білмейді. Бойжеткен 2 кештің арасында бір уыс дәрі ішіп алған көрінеді. Бөлмесіне кіріп алып, жүруге шамасы келмей, төсегінде жүріп кеткен екен. Талма ауруыма сондай бірдемесі бар көрінеді. Өзі ұлынан айырылып, жүдеп жүргенде өте ауыр жағдай болды. Тағдырға амал бар ма? Өлімнен ұят күшті дегендей, жұрттың бәрі 2 баласы, қызы, ұлы өз-өзіне қол жұмсапты дегендей өсек ауылда быш-быш өрбіді. Биғайша оңашада балаларым қайғыдан қан жұтып әбден неге менің балаларым деп жылайтында жүретін еді. Жұрттың несі кетеді. Жұбататын жақыны жоқ, ағайыны қасында қашанғы отырады дейсіз. Асан ержетіп жігіт болғаннан кейін анасы оқуға түсіріп қалаға жіберді. Мектепте қайбір оқыды дейсіз, медколледжге оқуға түсірді. Жиен қарындас екеуі пәтер жалдап тұрды. Ауру қалса да әдет қалмайды деген рас қой. Не бүлдіргені қайдам, бір күні оқудан шығып қалды. Ауылдағы анасын ренжітпейтінін біліп, ауылға бармай жұмыс істеп, қалада күнделікті ақшаға жалданып жүрген оның жүрісін бір ауылдасы көріп қалып, анасына айтып барды. Ұлың қалада оқиды деп мақтанасың, ол жұмыс істейді екен ғой деді. Иә деп қысқа қайырып, үндемей іштен тынды. Бірақ ұлына қатты ашуланды. Мараттың жесірі ауылға келіп тұрып жатты. 3 баласын мектепке орналастырып қойды. Бірақ ешкім жақтырмайтын ол бишараны. Сол үйдің тірлігін жасап жүрді. Қайғы жеп қойды ма? Биғайша сырқаттанып ауруханаға түсіп қалды. Жесір келіні Нағима қаладан Асанды шақыртып дәрігерге жолығып еді. Ота жасамаса өледі деп еді. Ес-түссіз жатқан енесін көріп, атасымен ақылдасып, келісімге амалсыз қол қойып, дәрігер анамызды аман алып қалыңызшы, өтінеміз деп, Асан да жыламсырап, дәрігердің кабинетіне кіріп шықты.
Сорлы биғайша ұлы мен қызынан айырылған, өзіне өзі қарамай ауырса да жүре берген екен. Солай биғайша отадан кейін қайтыс болып кетті. Үш бірдей жақынынан айырылған Асан ащы суын ішіп күндіз түні ауылды аралап, байы жоқ әйелдердің түгін қалтырмайтын еді. Байғұс дейтін десең аузың бармайды. Достарының бәрі үйлі болып кеткен. Бала шағасы бар. Ол барса жақтырмайтын еді. Әрине, ішкен адамды кім жақтырсын? Уақыт зымырап жатты. Асан үйде бір күн бар, бір күн жоқ. Кәрі әкесіне қарап Нағима жүретін. Балалары да өсіп, кішісінің өзі бастауыш сыныпты біткеннен кейін әкесі бір күні Асанға: «Сен Нағиманы әмеңгерлікке аласың. Ана 3 баланың қаңғытпа» деді. Асанда үн жоқ. Басында долданып жынданғаны бар еді. Себебі ол Нағима жеңгесін ұнатпайтын еді. «Әмеңгер бол» деді әкесі. Әкесі де бекер айтпайды-ау, себебі екеуін төсектес болған жерінен көріп қалған ғой. Шамасы. Асан мас болып келіп, жеңгесінің төсегіне талай кіріп кеткенді көршілері де білетін сияқты. Жесір әйел, бойдақ қайнысы, бәрі де мүмкін еді. Асанның амалы қалмады. Жоқ дейін десе, әкесі: «Мені сыйласаң, солай істейсің. Мен қайтыс болғаннан кейін әруағым тыныш жатсын десең, Нағиманы аласың» деп қадап айтты. Асан жолжақай болса да әкесін сыйлап сөзінен шыға алмады. Солай екеуі үйленіп, отбасы құрды. Арада 1 жыл өткен соң Нағима Асаннан ұл туды. Бәрі қатты қуанды. Ұлды болдым деп, Асан әке болдым деп, тағы мас болып өмірін өткізіп жатты. Тағы сол ауылдың байы жоқ әйелдерді көлденең көк көйлектіні қоймайтын жаман әдеті бар еді. Оған Нағима кінәлі адамдай үндемей көз жұматын еді. Солай Нағима араға 2 жыл тағы 2 қызды дүниеге әкелді. Жап-жақсы отбасы болып тұрып жатты. Ұлды болғаннан кейін әкесі немересі жасқа толмай қайтыс болып кетті. Солай өмірлері зырғып жатқанда кенеттен полиция іздеп келді. Асанға өзін таныстырып болып, осыдан 1 апта бұрын: «Қыз зорлапсыз. Бүгін сіздің үстіңізден арыз жазылды. Бізбен баруыңыз керек» деп көлікке отырғызып алып кетті. Үй ішіме айтып кетейін деді, себебі жұмыс істеп жүрген жерінен бас салған еді. Нағима отыр, басын құшақтап. 2 жыл бұрын сезіктенген Нағима бірінші күйеуінен туған қызы Гүлімді күйеуі Асан оңашада төсек қатынасына тартқан өгей қызы Гүлім қылшылдап тұрған үрімдей қыз ғой, мектеп оқушысы, алайда шындыққа көзін жеткізем деген оймен екеуімен оңашада сөйлеспек болып сұрағанда қызы қипақтап: «Жоқ, мама, олай емес. Әкем мас болды, жай жанына жаттым» деген сияқты бірдемелерді айтқан еді. Ал Асан болса, ол да қашқақтап ештеме айтпай қойған еді. Бірақ сезіктеніп жүрген Нағима күйіктен кейде табыса ащы судан ұрттап алатынды шығарды. Қай күні не боламыз, өз артымызды өзіміз ашамыз ба деген оймен. Қорқақтығы бір бар, надандығы да бар. Оқымаған адам болғаннан кейін ондай заңдарды білмейтін, үн-түнсіз қалатын еді. Сол жағдайдан кейін өлемін деп ауылдың шетіндегі қара суға қашып, артынан Асан қуып әкелгені тағы бар. Себебі қызының бұзылып, пәктігінен айырылғанын анасы жақсы білетін еді. Амалсыз жүретін, қызына талай айтқан: «9 сыныптан соң қалаға бар, колледжге түс, ары қарай күйеуге тиерсің» деп. Алайда қыз мүлде құлақ аспайтын еді. Кім біледі, оған сол ауылда ақырын бұзылған еркектермен анасына білдірмей жүре берген ұнаған болар. Себебі қыздың жүріс-тұрысы анасына мәлім еді. Ерте ержеткен Гүлім ара-тұра
Өгей әкесі Асанмен де төсектес болмауына кім кепіл? Мектепті аяқтап, дым болмағандай қалаға кетеді. Нағима бишара құтылдым-ау деп терең демалып, ауылдың өсегі мен қарабет болудан деп жүргенде Асан туыстарының тойына келеді. Сол Гүлім тұрып жатқан туысына қонуға барады. Ащы суға сылқия тойып алған Азанмен ауылға кетем деп Гүлімді де аяғынан тартып оятады. Әкеңмен қоштаспайсың ба деп аяғынан тұра алмай тұрған өгей әке Гүлімнен дәмесі тағы болды ма, кім біледі. Оны қапсыра құшақтай бергенде сол үйдің келіні байқап қалады. Есікті қиғалып тұр еді. Ашпақшы болып itергенде Асан ерегісіп мастығы тағы бар. Есікті тіреп тұрып алады. Келіні ашуланып, есікті қатты итеріп қалғанда, екеуі жердегі салулы тұрған төсекке құлап кетеді. Таудай болып, өгей қызын құшақтай құлаған Асан мастықпен тұра алмай, Гүлім оның астында тыпырлап қалады. Гүлім жатын киіммен, Асан да киіммен, бірақ бұл көрініс ол келінге ерсі көрінеді. Екі иығын жұлып жеп тұрған Бану келін есі шығып, бұл не тағы масқара деп жұрттың бәрін оятады. Себебі бұрындары Бануға Гүлімнің жүріс-тұрысы да бір түрлі көрінген еді. Ауыл у-шу, бүкіл ел естіп, аң-таң, жаман нәрсе тез тарайды демекші, туыстары, дос-жаран ешкім сенген жоқ. Телефон кезек-кезек шырылдап қоя берді. Не істерін білмей Нағима бала-шағасының құжаттарын жинап, бір сумка киімдерін салып, балаларын алып басқа қалаға кетуге асықты. Себебі қара бет болатынын білген еді. Асанды тергеу изоляторына кіргізіп, тергей бастап, неше түрлі сұрақты қойып бастағаннан Асан өз қылығын мойындапты деген суыт хабар жұртты бей-жай қалдырмады. Сенбейін десе мойындап қойған. Арыз жазған өз туысы еді. Қызды да сұрақ астына алған кезде қыз да иә деп мойындап қойған екен. Бұл пәленің шешуі жұмбаққа айналды. Нақтысын көзбен көрмеген соң ешкім ештеңе түсінбеген күйі уақыт өтіп жатты. Кәмелет жасқа толмаған Гүлім не оқуға тапсырмай, не жұмысқа тұрмай, сансырап туыстарының үйін паналап жүрді. Тергеуші шақырғанда келесің деп алыс жаққа кетуге болмайтынын тағы ескерді. Қыздың мына жүрісіне көңілі толмаған туыстары, таныстары, дос-жаран қалай сақтанып жүрген? Жүкті болып қалмай жап-жас болса да, неше жылдан бері бәрін біле ме, не сұмдық деп мүмкін түсік жасатқан болар. Әзір неше түрлі дәрі бар, сақтанудың түрі көп қой деген көп сұрақтар болып жатты. Ауыл ақсақалдары жиын жасап, бұларды ауылдан көшіп кетсін деп шуылдасып та жатты. Бауыры сөйтсе інісі не қылсын, ол жалғыз қалды ғой, қайда барады деп сөзін сөйлеген туыстары да болды. Солай Асан уақытша тергеу абақтысында Нағимаға хат жазып жүрді. Сәлем хат. Нағима, қалдарың қалай? Балалар жақсы ма? Өзің қалайсың? Үлкен қыздар қалай? Ұлымды қатты сағындым. 3 баламды қатты сағындым. Шіркін, бір көрсем ғой оларды. Емірене иіскейтін едім. Мен кешірілмес күнә жасадым. Әттең, бәрі басқаша болғанда ғой. Қатты өкінемін. Үсен қалай? Ол ауылда ма? Неге маған бір келмейді? Әлде ол да тағы ішіп кетті ме? Ауылдағы үй не болып жатыр? Қараусыз қалмасыншы. Нағима, мені басқа изоляторға әкелгенін білесің ғой. Күнде тергеп жатыр. Мына жердің терезесі аласалау екен. Телміріп отырмын. Балаларды алыстан болса да көрсетте ма деп күтіп едім. Бір әкелмедің ғой. Нағима, сенің қадіріңе жеттім. Рахмет. Менің еркелігімді көтеріп, бәріне шыдаған,
Сенімен өткен бақытты күндерді ұмытқан жоқпын жаным. Неге қадіріңе жете алмадым екен? Ойласам өлгім келеді. Енді жүздеріңді бір көруге зар болып отырмын. Айтпақшы, мен отырған статья ауыр екен. Мені басқа статья қылатындай адвокат жалдасаңдаршы, өтінем. Мен бұл жерде қалғым келмейді. Бұл жерде қалсам өлемін. Егер мен алай-пұлай болып кетсем, еш өкінбеңдер. Мен отпен ойнадым. Баяғыда ауылда тоқты ұрлап сойып алғанда кешірім беріп еді. Менің ақымақ басым тағы солай болады деп ойладым ғой. Мені анам тым еркелетіп өсірді. Енді азабын көріп отырмын. Маған ақ-қараны ажыратып үйретпеген екен. Енді бәрі кеш. Менің айтарым таусылды. Мені құтқарыңдаршы, мені кешіріңдерші жандарым. Нағима еріксіз көзіне жас алды. Өзегін өртеген өкініш сезім бойын бір жола билеп алды. 3 баланың әкесі ғой, қайтем-ай деп бетін 2 қолымен басып бір жылап алды. Асан болса, бәрін жеңіл ойлаған болып отырсы мынау. Өмір қыл үстінде тұрса да, бостандықтан дәмесі бар еді. Оқымаған ақмақтық пен надандық бар бойында. Сіңіріп алғаны осыдан ақ белгілі ғой. Арада жарты жыл өтті. Сот 6 айға созылды. Қыз кәмелетке толып, мен әкемді кешірем дегенмен 3-4 рет болған сот отырысынан соң үкім шығып, Асанды 20 жылға бас бостандығынан айырды. Осылай бәріне нүкте қойылды. Асанның ол жақтан тірі шығама, өлі шығама, ол Аллаға ғана аян. Өзіне өзі ие бола алмайтын, өзін әлі баладай сезініп жүретін Үсен, Нағиманың дайын асын ішіп, ақ төсекте ұйықтап жүрген күндері көзден баяғыда бұлбұл ұшқан. Ол ауылда ішімдікке салынғалы қашан. Оның да күні аз қалған шығар. Міне солай. Өзі қиралаң болған отбасы берекесі ұшып быт-шыты шықты. Бұған кім кінәлі? Соттың алдында ол менің жалғыз асыраушым еді. Менің денсаулығым жоқ. Қалған 3 баламды қалай асыраймын? Рақым етіңіздер деп жылаған Нағиманың үміті бір сәтте үзіліп түсті. Көзінен аққан жасы көл дария болып қала берді. Асанның қолын артына қайырып, қоштасуға да мұрша бермеді. Қызды қырық үйден тыю деп қазақ бекер айтпайды ғой. Қыз бала ұяңдау жабықтау киініп жүрсе, оған кім қол салады? Сол сәтте қызы өгей әкесінің мастығын көріп, жанына жоламаса бұлай болмас па еді деген өкініш өзегіңді өртейді екен. Тана көзі сүзбесе бұқа жібін үзбейді дегендей, бұл жерде тек әкесі ғана емес, қызының да үлкен қателік, ақмақтық, надандық пен тексіздік деп ойлаймын. Осылайша өмірлерін қара бұлт торлап, астан кестеңі шықты.